Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен аджика жасап үйренеміз. Бізге қажетті заттар: қызыл бұрыш, ащы бұрыш, помидор, зелень керек, чеснок қажет, майдаланған қара бұрыш, майда кинзаның дәні, шекер, тұз, күнбағыс майы 100 грамм қажет. Бұл аджика иісі, дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Осы заттардың барлығын біз мясорубкадан, яғни ет тартқыштан өткізіп аламыз. Үстіне қара бұрыш, сұйық май, кинза қосып жақсылап араластырамыз. «100 грамм шекер, 100 грамм тұз қосып жақсылап араластырып, отқа қоямыз. Аджикамыз отта қайнағаннан кейін астын пәсетіп, жай қойып 15 минут таза қайнатамыз. Мен зеленге укроп пен кинзаны алдым. Көп қоссаңыздар дәмі, иісі жақсы шығады, әдемі болады. Сол үшін мен көбірек қостым. Қайнап жатқан аджиканың үстіне туралған укроп пен кинзаны салып, тағы да жақсылап араластырып, 5 минут жай отта қайнатамыз. Аджикамыз дайын. Мен банкаларды қайнаған суда стерилизовать еттім. Сіздер духовкада істей берсеңіздер де болады. Маған осы ыңғайлы болғаннан кейін мен суда қайнатып алдым. Бұл аджиканы тек қана ащы ретінде емес, приправа ретінде қолдансаңыздар да болады. Дайын аджиканы банкаға құямыз. Бетін жақсылап жауып, үстін орап қоямыз. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.